Сәлеметсіздер ме, балалар? Енді біз осы 79.067 нұсқасының математика сауаттылығын орындайтын боламыз. Бөлуді орында дейді. 29.380 бөлу 452. Оның бөліндісі оның А нұсқасы 65-ке тең болады. Келесі екі моторлы қайық екі айлақтан бір мезгілде шығып, бір-біріне қарама-қарсы жүзді. Бірінші қайықтың жылдамдығы 24 км/сағат, ал екіншісінікі одан 3 км/сағат артық. Олар 4 сағаттан кейін кездессе, екі айлақтың арақашықтығы неше километр болғаны? Әрине мен бірден белгілеп қойдым. Ол В нұсқасы 204 км болады. Келесі 58 көбейту А, мұндағы А 22-ге тең. Демек 58-ді 22-ге көбейткенде 1276 саны шығады. Келесі теңдеудің шешімін көрсет. 90 көбейту А қосу 60 тең 240. Демек біз бұл жерде не істейміз? 240-тан 60-ты аламыз. 180 қалады. 180-ді 90-ға бөлеміз. Сонда 2 деген сан шығады, балалар. Келесі 666.528 санында барлығы неше ондық бар? Әрине 66.652-де бар екен, балалар. Келесі есепте 400.000 қосу 5.000 қосу 20 дейді. Әрине ол 405.020 болады. Келесі есепте 4 ғасыр және 6 жыл дейді, балалар. Бір ғасырда 100 жыл болады, демек 4 ғасырда 400 және 6 мен 406 жыл болады екен. Келесі 8-ші тапсырма 9100 квадрат дециметр тең неше квадрат дециметрге дейді. Әрине ол 91 квадрат метрге тең болады. Келесі суретте транспортер бейнеленген. Транспортермен 0 градустан 80 градусқа дейін бұрыштар өлшенеді, балалар. 0 градустан 180 градусқа дейін бұрыштар өлшенеді. Енді өлшемі 180 градусқа тең бұрыш жазыңқы бұрыш деп аталады. 45 градусқа тең бұрыш жазыңқы бұрыштың қандай бөлігін құрайды? Әрине бұл жерде 180-ді 45-ке бөлсек, сонда 4-тен 1-ін құрайды. 10-шы суретте автомобильдің спидометрі көрсетілген. Автомобиль қандай жылдамдықпен қозғалып жатыр? Міне, балалар, суретке қараймыз. 100-ді көрсетіп тұр, демек 100 км/сағатпен жылдамдықпен кетіп бара жатыр. Келесі 11. Қапта 6 қызыл және 4 жасыл шар бар. Қаптан кездейсоқ шар алынды. Төмендегі сөйлемдердің қайсысы дұрыс? Яғни ол алынған 5 шардың ішінде міндетті түрде қызыл шар кездеседі, балалар. Келесі мектепте қараша айында 4-ші сыныптардың жазғы суреттерінің көрмесі ұйымдастырылды. Диаграммада көрмеге қарашаның алғашқы 4 аптасында келушілердің саны көрсетілген. Балалар, 4-ші апта ол міне 100-ден асады екен, 105. Демек 4-ші аптада көрмеге қанша адам келді? 105 адам келген екен. Міне, балалар, осымен математикалық сауаттылыққа арналған тест тапсырмасын бірге орындадық. Сіздерге сәттілік тілеймін. Келесі кездескенше сау болыңыздар.